Şartlarına сәйкес кворумды анықтауымыз керек. Сенім хаттар біздің тараптан сенім хаттар әлі есепке алынған жоқ. Қатысушылар дұрыс тіркелген жоқ. Жиналыс қай кезде басталады? Қатысушылар тіркеліп, сол кворум анықталғаннан кейін сол тәртіпке бағынайық. Жауапкершілікті серіктестік туралы заңның 47-ші бабына сәйкес жүреді. Соның талаптарына сәйкес біз қазір бәрімізге ортақ бір мәселені шешіп алған. Жақсы. Бүгінгі таңда жиналысты әрі қарай мәселе қылуға болмайды. Сондықтан жиналыстың төрағасы өзі әрі қарай жұмысын жүргізеді. Жақсы. Осы кезде тапсырым жаңа қызметкерлер қабылдап алмады. Мұнда 42-ші баптың 3-ші тармақ 2-ші бөлігіне сәйкес шаруашылық жауапкершілігі серіктестіктің директоры кезектен тыс болсын жалпы жиналыстарында серіктестік қатысушылары өкілдік ете алмайды. Бұл бір. Сондықтан сіздің мына 700 деп ата сөйлеп тұрған сенім хаттарыңыздың бәрі негізсіз. Бұл бір. Жалпы Қазақстанға қандай шырақ алып кіргенін бәрімізге белгілі ғой. Иман нұрын алып келді. Ал имандылық бізді неге бастайды? Адалдыққа, парасаттыққа, әділдікке. Ал мен нені күттім? Мен осы имандылықтың, парасаттықтан бастау алатын ағаларымыздың адал әрекетін күттім. Бірақ өкініштісі мынау болды. Біріншіден